Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Әлемдердің Раббысы болған Аллаға сансыз мақтау мадақтар болсын. Және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға сансыз салауаттар мен Алланың игілігі болсын. Біз бүгін ең керемет адам жайында әңгімелесеміз. Адам ата ұрпақтарының мырзасы, қияметтегі шапағат иесі болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жайында әңгімелесеміз. Және бұл әңгімеде бітпейтін береке бар. Иә, ең керемет уақыт бұл ата-ана, әйел, бала-шағадан да, тіпті өзімізден де артық жақсы көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында әңгімелескен уақыт. Біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келген күннен бастап, дүниеден өткен күніне дейін әңгімедеміз. Ол дүниеге келгенде әлемге жарық, нұр болды. Жүректерге қуаныш сыйлады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткенде оның үмметі үшін ең үлкен қайғы мен мұң болды. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арамызда болмағанда, күллі адамзат қияметке дейін қараңғы түнекте жүрер еді. Бұл уақытта байлар білген істейтін, кедейлерді адам құрлы көрмейтін, ал зинаға белшеден батты. Некенің түр-түрі болатын. Әйел кімнен бала көтергенін білмейде қалатын. Соңында өзіне ұнаған еркекті баланың әкесі ете салатын. Бұл жайында Алла қасиетті Құранда былай дейді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Зинаға жоламаңдар, өйткені ол анық арсыздық және жаман жол. Ислам діні келгенше, әйелдің абыройы аяқ асты болған соншалықты, күйеулері қайтыс болған әйелдерді ұлдары құлдыққа саталатын, тіпті қыздарын тірідей көметін дәстүр болды. Бір сахабаның исламға дейінгі өмірінен сыр шерткенде, қызымды әйелім әдемілеп киіндіріп, туған туысқандарға барып қайтамыз деп алдап, үйден алып шығып, ауыл сыртындағы құдыққа тастадым. Қызым әкетайлап шыңғырып жылап жатқанына қарамастан, қызымды өз қолыммен тірідей көміп тастадым. Қасиетті Құранда бұл жайында былай дейді. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Егер олардың біреуі қызбен сүйіншіленсе, әйелінің қыз тапқанын естісе, оны ашу қысып, беті қап-қара бола бастайды. Өзінен берілген жаман хабардың салдарынан елден жасырынады. Оны қорлыққа шыдап ұстау, немесе топыраққа көміп тастау керек пе? Ал олар нендей жаман үкім береді. Міне, осындай надандықта өмір сүріп жатты. Арақ шарап бөшкелеп ішілініп, адамдар білгенін істейтін. Бұл тек арабтарда ғана емес, бүкіл әлемде болып жатты. Қандай соқыр уақыт еді. Осы кезде
бұл аймақта бақсы балгерлер, көріпкел сиқыршылар және не бір түрлі ырымдарға сенетін адамдар көбейді. Лағнеті шайтан бұл істердің барлығына рахаттанатын еді. Өйткені оның мақсаты да адам баласын тура жолдан тайдырып, тозақтың торына түсіру еді. Негізі арабтар тек жалғыз Аллаға ғана құлшылық қылып келген. Сол күндердің бір күні Амру ибн Люхая деген бір кісі Шам өлкесінен Меккеге тастан жасалған сыйынатын пұт алып келеді. Сол күннен бастап Меккеде көбісі Аллаға серік қоса бастады. Біреулер Құдайын құрмадан жасайтын. Алыс жолға шығып, қатты қарындар ашқан кезде сол құдайларын жеп қоя салатын. Енді біреулері малдарын сол пұттарға арнап соятын болды. Негізі Алладан өзгеге арналып сойылған құрбан, ол әрине шайтанға арналып сойылған құрбан ғой. Бұл надандықтың нағыз шыңы еді. Осындай надандықты тоқтататын күн туды. Бұл Раббиул әуәл айының 12-ші жұлдызы дүйсенбі күні еді. Екі дүние сардары, адамзаттың асыл тәжі болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәләм дүниеге келді. Әлемге жарық нұр шуағы шашылды. Бұл түні шайтандарды жұлдыздармен атқылаған. Хасро елінің 14 бағанасы құлаған. Отқа табынушы мәжусилердің оты сөнген. Медина қаласы бұрынғы Ясрибте яһудилер шіркеуден шығып, аспанда Ахмадтың жұлдызы пайда болды. Ахмадтың жұлдызы пайда болды деп жан-жаққа айғай салды. Иә, адамзаттың асылы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің анасы Әмине айтқандай, ол туылғанда жерден аспан әлеміне дейін нұр шашып тұрды. Жаңа туылған немересін атасы Әбдімүтәліп қолына алып, Қағбаны тәуәп етіп келді де, оның аты Мұхаммад болады деп әлемге жар салды. Яғни мақтаулы деген сөз еді. Оның сүт анасы Халима болды. Ол сол ауылда балалармен бірге қозы бағып өсті. 6 жасқа келгенде анасы Әмине қайтыс болды. 2 жыл өткеннен кейін атасы Әбдімүтәліп те қайтыс болды. Ол туылмай тұрып, әкесі Абдулла да қайтыс болып кеткен еді. Тұл жетім болып қалған бала Мұхаммад саллаллаху алейхи уәссәләмді әкесінің бауыры Әбу Тәліп асырап алды. Осылайша бала Мұхаммад есейіп ер жетті. Пайғамбар 40 жасқа келгенде пайғамбарлықтың үлкен белгілері біліне бастады. Ол ұйықтаса түс көретін. Оянғанда сол оқиғалар дәлме-дәл қайталанатын еді. Ол шөл далада жүріп, тастардың оған сәлем беріп жатқанын еститін. Бұл оның ұлы іске дайындық еді. Осылай пайғамбардың жаңа кезеңі басталды. Ғажайыптар мен өзгерістер кезеңі. Кейде ол адамдардан алыс кетіп, әл-хира деп аталатын үңгірде оңашаланатын. Сондай уақыттарының бірінде қасиетті Рамазан айының 27-ші күні оның алдына бір ақ киім киген бір кісі келді. Ол оған оқы деді. Ол оқи алмаймын деді. Ол кісі тағы да оған оқы деді. Пайғамбарымыз бұл жолда оқи алмаймын деді. Сосын ол кісі оны қатты қысты. Пайғамбарымыз оның бұл әрекетінен жан тапсыра жаздады. Тағы да оқи алмаймын деді. Осы кезде келген Жәбірейіл періште алғашқы Құран аяттарын оқып жатқан болатын. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Бәрін жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, өйткені сенің Раббың аса ардақты. Ол қалам арқылы адамға білмеген нәрселерін үйретті. Осы сәтте жерге нұр түсіп, мейірім жайыла бастады. Ол Алланың
адамзатқа жіберген жарық нұры. Ол Алланың мейірім рахымы мен адамзат тарихының ағысын өзгерткен асыл адам. Алланың сүйікті құлы әрі елшісі. Осыдан кейінгі өмірін ол адамзаттың бақытты өмір сүруіне, Алла алдында абыройлы, ақ жүзді болуына арнады. Өзінің үмметі үшін басын бәйге кетікті. Небір қауіп қатерге бел буып, қиындықтарды бастан кешірді. Өйткені ол бізді қатты жақсы көрді. Қалайша біз оны жақсы көрмейміз. Сен келген соң өмірге аспан ашты қабағын, қасірет мұңнан. Сен келген соң өмірге ғалам ашты жанарын, мейірім тұнған. Сен келген соң өмірге әлем нұрға малынды, жайнап күніңі. Сен келген соң өмірге қайғы шерден арылды ана жүрегі. Я Расулалла, таңның нұры сен, жанның жыры сен, өмір мәні сен, көңіл әрі сен, ғалам бағы сен. Сенің нұрың емдеді адамзаттың санасы, азғындап қалған. Сенің нұрың емдеді жүректердің жарасы, күнәға толған. Сенің нұрың тербеді жабыққанды жұбатып, шексіз мейірмен. Сенің нұрың тербеді қайғырғанды қуантып, дархан пейілмен. Я Расулалла, таңның нұры сен, жанның жыры сен, өмір мәні сен, көңіл әрі сен, қалам бағы сен. Я Расулалла, таңның нұры сен, жанның жыры сен, өмір мәні сен, көңіл нәрі сен, қалам бағы сен.